Адам организмі 15-20% ақуыздан қалғанын біліп пе едіңіздер? Бұл ақуыз осы ноқаттың құрамында өте көп мөлшерде бар. Және де темірге өте бай болғандықтан қан аздықта жақсы көмектеседі. Оған қосымша кальций болсын деп күнжіт қостым. Осындай хумус әзірлеп жатырмын қысқасы мен. Сондай-ақ ішқұрылысты тазаласын деп сарымсақ та салдым. Хумустың дәмі көп адамға ұнамайтындықтан аздап күнделікті тамақ режиміне қоссаңыздар болады. Хумустың пайдасы одан бетер көбірек болсын деп зәйтүн майын да қостым. Егер ішқұрылысыңыз таза болмаса, онда темірдің сіңуі қиынырақ болады. Сол себепті таңертең жылы суға лимон мен жалбызды қосып, ашқарында ішіп аламын. Және жеңіл тамақтарды күнделікті қолдануға тырысып жүрмін. Хумусты бірінші рет әзірлегендіктен көп мөлшерде жасап қойыппын. Және балалар оны жемейді екен. Сондықтан мен осындай қытырлақ палочкалар әзірледім.